Салем достар, сіздермен болған мен Али Тока. Бүгінгі бізде бай мен кедейдің екінші бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, колокольчик басып кетуді ұмытпаңыздар. Көп созбай біз видеомызға кеттік. Енді ана қызметшіге не деп айтам? Қызым оны шығар деп айтып еді ғой жұмыстан. Ой, жақсы, шақыра берейінші. Қызметші. Ау, ханым, не болып қалды? Мені шақырдыңыз ба? Сіздің жұмыстан шығуыңыз керексіз, өтінемін. Мен осы басқа қызметші жалайын деп едім, өтінемін. Басқа қызметші жалайын деп жатсыз ба, не? Неге жалайын деп жатсыз? Менің жұмысым керек емес па, не? Өйткені менің қызым сіздің тамақтарыңызды жақтыртпайды. Жарайды, шығарсаңыз шығара беріңіз. Онда жарайды, басқа қызметші жалдай берейін, окей ма? Сіз ренжімеңіз, жарай ма? Жарайды. Ал, жолыңыз болсын. Сау болыңыз. Сау бола ғой. Так, есікті жауып кетейін. Так, енді қызым қуанып қалатын болды ғой. Енді басқа қызметші жалдай берейін. Мүмкін жұмыс табатын болармын. Қандай жұмыс тапсам болады екен? Онда қызметші деген жұмыс тауып алайын. Жұмыс тапсам ол жерде күшті ақша береді. Ал соны қызыма айтайын. Қызымды ертерек оқуыма жіберейін. Сосын ол 5 алып келеді. Қызыма айтайын енді барып. Иә, мама, мені шақырдыңыз ба? Не болып қалды? Қызым, мен жұмыс табайын ба? Иә, анашым, табыңызшы. Сосын мен оқуға кетіп қаламын. Жоқ, сені қазір оқуға жіберейін деп жатырмын. Қабылдайсың ба? Мен бұған қарсы емеспін. Өте керемет қой. Ура, мен оқуға барамын. Сабаққа барып, сабақ оқимын. Рахмет сізге, анашым. Бұл менің арманым еді. Ой, қызым, сол. Сіздің жұмысына барайын ба? Жоқ, сен оқуға баруың керексің ғой, сабаққа. Не істейсіз сонда? Мен біреулердің есігін тоқылдатып, жұмыс табайын ба деп сұраймын, жарай ма? Жарайды. Ал сен оқуға бара бер. Сен оқуға бармай тұр, мен өзім айтып алайын бірінші. Сосын мен есікті тоқылдатып, жұмыс тауып аламын, жарай ма? Жарайды. Анашым, мен келдім. Ой, қызым, продукт алып келдің бе? Көріп тұрсыз ғой енді. Қалған ақша қайда? Құртып тастадым. Осыған жетті ғой. Ой, молодец. Менің қызым ақылды екен ғой. Мен қызметші жалдайын ба? Мен ана қызметшіні қуып жібердім. Жақсы болған екен. Онда қызметші жалдай беріңіз дәл қазір. Қандай қызметші жалдайын, соны ойлап жатырмын ше. Бар қызым, телефон қарап жата бер, өзім мен қызметші ойлап табайын өзім. Жарай ма, мақұл ма? Жарайды, мақұл. Ой, қандай қызметші жалдасам болады екен. Сәлеметсіз бе? Кіруге рұқсат па? Иә, рұқсат. Не себеппен келдіңіздер? Мына қызымның оқуын жақсы бітіргенін қалаймын. Және де ол 5 алып келгенін қалаймын. Оқуына жібересіз бе? Қабылдайсыз ба? Қабылдаймын, жарайды. Мына очкимді шешіп қояйын. Иә, қабылдаймын. Ура, жақсы болды ғой, қызым. Рахмет сізге, анашым. Мен оқуымды жақсы оқимын. Жақсы. Мынаған қол қойып жіберіңіз. Жарайды. Қызыңыздың аты жөніңіз кім? Оның аты Аружан. Аружан? Жарайды. Қолыңызды қойыңыз. Атын Аружан деп қойыңыз. Аружан оқуын бастады деп жазыңыз. Қол қойғаныңызға рахмет. Ал енді бар.
жүре беріңіздер. Маған енді оқуымды оқысам бола ма енді, сабақ оқысам бола ма енді, ханым? Иә, болады. Ура! Дәл қазір ма? Дәл қазір сіздерді 2-де шақырамыз. Қазір сағат неше болды? Қазір сағат 11 болды. Жарайды. Онда біз жүре берейік, жарай ма? Жарайды. Қызым, қатты қуанып тұрсың ба? Иә, анасы, қатты қуанып тұрмын. Сізге көп алғысымды білдіремін. Ой, ақылдым менім. Су ішесің бе? Шөлдедің бе? Иә, мен қатты шөлдеп кеттім. Бағанадан бері су сұрап жатырмын. Іше ғой. Қашан 2 болады? Сен 1:30-да шығасың, оған шейін демала тұр, жарай ма? Жарайды. Жарты минуттан кейін. Мә, қызым, уже сағат 1:30 болды ғой, сен сабаққа кетуің ғой. Бар, сабаққа кет бар. Сабаққа кете ғой, қызым. Мен жұмысыма барайын. Мә, сен киіміңді ауыстыруың керексің ғой, балалар күле ме саған? Жоқ, анашым күлмейді. Керісінше олар менімен достасады. Жарайды, сен сабаққа кете бер, жарай ма? Абай бол жолдан, жарай ма? Мен уайымдаймын ғой. Бара ғой жаным, суында келе ғой. Алып кетесің ба сабаққа? Иә, алып кетемін. Сосын сумка керек қой тағы. Ой, сумка ма? Сумкасыз жүре беремін, мен уайымдамаңыз. Жақсы, мен ақша тапқан соң киім алып берем саған, сумка алып берем, жарай ма? Жарайды. Бара ғой, алтыным, бетін сүйіп кетейін. Бара ғой. Сау болыңыз, анашым. Сау бол. Мен жұмысыма кеттім. Так, енді мен жұмысына бара берейін. Сосын ақшаны тауып алып, қызымды асыраймын, сумка алып беремін, киім алып беремін, тамақ алып беремін, барлығын алып беремін. Сонда біз бақытты өмір сүреміз. Мен жұмысыма кетейін. Мәссаған, мұнай күшті екен. Осыны қызметші алып жұмыс істей берейін. Есікті соғайын. Тық-тық-тық. Бұл кім екен? Барып көрейін. Мүмкін қызметші болар. Ой, сәлеметсіз бе? Кіріңіз, сіз қызметшісіз бе? Иә, мен қызметші едім. Қызымның оқуын төлеп кетудің нешедім. Мен соқтан да ақша тауым деп едім. Кешіріңіз, мен есікті жауып қойып едім. Так, бұл көйлек жараспайды, бұл киімді кимеңіз. Мен сізге басқа киім беремін. Қазір әнерде киім бар. Менімен бірге жүріңіз. Жарайды. Міне, бұл сізге жарасады. Мәссаған, сіз өте күшті болып кетіпсіз ғой. Мен жұмысыма кірісе берейін бе? Иә, кірісе беріңіз. Жарайды, көп рахмет. Иә. Бұл қандай мектеп екен? Тоқта, кірмейсің. Сен кімсің? Ағай, мен жаңадан келгенмін. Ақшасын сосын төлеймін. Анам төлейді ақшасын. Ол жұмыс тауып жүр. Қиналып жүр менің анам. Өтінемін. Мені кіргізіңізші. Жарайды. Кіре бер. Сенің атың кім? Менің атым Айзере. Өте әдемі ат екен. Ана суынды берші. Басқа су беремін. Мына осыны іше ғой, жарай ма? Мәссаған, сізге көп алғысымды білдіремін. Рахмет. Жүре бер. Ха-ха-ха, ана қызды қараңдар. Buradan келген бені. Ақша төлеу керек қолсын. Ха-ха-ха, кедей ме? Ха, кедей, бомыш. Мінерге кім отырады? Ей, тоқта, бұл ерге бір қыз отырады. Әдемі қыз. Бұл менің қызым. Ал сен жарамсыз қызсың. Ха. Иә, жарамсыз қыз. Ха-ха-ха, қағаз ақылыр берейік. Мә, саған қағаз, мә. Ой, қойындаршы. Қой дегенде біз кімбіз соншама, я? Кімбіз? Осы отыра берейін.
Ха-ха-ха. Ей, сен кімсің тағы? Мен осы үйдің қызметшісімін. Сенің анаң мені жалдады. Жақсы болған екен. Онда мен анамнан сұрап көрейін. Анашым, ана қызметшіні сіз жалдыңыз ба? Я, не болды? Жай сұрап жатқаным ғой. Қайда кетіп батырсың? Сабаққа басқа қайда болушы етемді? Бара бер, қызым. Сабақтан 5 алып кел, жарай ма? Ой, жарайды, анашым. Сау болыңыз. Сау бола ғой, жаным. Достар, бұл видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписация кнопкасын басып, колокольчикті басып кетуді ұмытпайық. Келесі 3-ші бөлімін күтуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.